Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сіледектің басын тоқуды жеке сабақ ретінде көрсеткім келіп тұр. Себебі алдағы мастер-класстарда көрсеткенде бірден өрнекті тоқуды көрсетуді жөн көрдім. Осыдан көріп тоқи берулеріңізге болады. Көп сіледеттің басы осылай басталады мендегі. Әдеттегідей менде осындай иран жібі. Егер сіздерде осындай бір моток болатын болса, келесі басын мынандай ішінен тартып шығарып алуға болады. Осылай шықшаны осылай шығарып аласыздар. Бізге ол үшін осындай жіп қажет, кез келген. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген жіпті таңдай аласыздар. Және 2,5 номерлі крючок біз, қайшы, кеттік бастаймыз. Осылай аламыз жіпті, айналдырып әкелеміз де түйіншек жасап аламыз. Осылай түйіншек жасап аламыз. Бұл жұмыс петлясы. Бұл есептелмейді. Қазір біз тоқып бастағанда есептелмейді. Ең бірінші 4 воздушный петля аламыз. Мынадан бөлек 4 аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне 4 алдық. 4 алдық. Енді мына басымен біріктіреміз. Осылай аламыз да. Ең бірінші петляға былай алып, осылай круг жасап аламыз. Осылай круг шығады міне. Жаңағы 4 петлядан круг шықты осындай. Енді 3 воздушный петля көтереміз. Біреу, екеу, үшеу. Егер де бұрыннан бері крючок ұстап жүрсеңіз, бұл тоқу қиындық тудырмайды. Енді осы кругтың ішінен 12 столбик с накидом аламыз. Ол дегеніміз былай іліп аламыз жіпті. Осы кругтың ішіне кіргіземіз бізді. Жібімізді суырып аламыз да. Алғашқы екеуінен өткіземіз. Одан кейін тағы екеуінен өткіземіз. Осы жерде айта кетейін, 12 столбик с накидом аламыз дедік. Осы жерде жаңағы көтерген 3 столбик с накидом есептеледі бұл жерде. Міне екеу болды. Екеу, енді бізге 10 тоқу керек. Барлығы 12 болу үшін. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 12. 12 алдық. Енді осыны мына жерде 3 воздушный петля көтердік қой. Соның үшіншісіне әкеп жалғаймыз. Ол дегеніміз міне. Мынау тұрған петля. Осыған әкеп жалғаймыз. Кеп жалғап, міне осылай бір шығарамыз, одан мына петлядан да өткіземіз. Міне
біздің бірінші қатар кетті. Енді мына ортасындағы жіпті шамалы тартқан кезде мынау кішкене тартылады. Ортасындағы тесігі білінбейді. Келесі, енді екінші қатардан бастап біз 2 воздушный петля көтереміз барлық қатарда. 1, 2. Енді екінші қатарда біз жаңа 12 столбик с накидым алдық қой. Енді осы 12 столбик с накидымның әрқайсысынан 2 аламыз. Яғни бір петлядан 2 столбик с накидым аламыз. Оны қазір көрсетемін сіздерге. Сонда барлығы 24 петля шығу керек. 2 воздушный петля көтердік қой. Накиділіп аламыз. Жаңағы осы біріктірген жерден 1, бір петлядан 2 аламыз. Екіншісін аламыз енді. Енді бұл жерде айта кететін бір мәселе, ол мына 2 воздушный петля бұл қатардан бастап есептелмейді. Бұны санамаймыз мүлде. 2 кетті, үшіншісі кетеді. 3, 4. Міне. 2 бірге кетті. 5, 6, 7, тағы сол петлядан 8-шін аламыз. Осылай аяғына дейін мына жерге келгенше тоқып шығамыз. Қазір мына аяғын көрсетемін сіздерге. Міне 22-ші петлямен тоқтап тұрмын. Енді жаңа айттым я, бір петлядан 2 столбик с накидым аламыз деп. Енді осы соңғысына келгенде жаңа мына жерде жалғадық қой. Бір петлямен осы жерден 1 аламыз. Және де мына жерде 2 воздушный петля көтердік қой. Соған соединение жасаймыз, біріктіреміз. Осы бір петля болып есептелетіне. Осылай шығарамыз, мынадан да шығарамыз. Міне. Барлығы 24, 22, 23-ні соңғысынан алдық. Жалғаған жерден 24 мына воздушный петлямен біріктірдік. Алдыңғы қатарда алынған. Міне осымен екінші қатар бітті. Бірінші, екінші. Енді үшінші қатарды оқимыз. 2 воздушный петля көтереміз тағы да. Енді осы түбінен 1 аламыз. Келесіден 2, 3. Әр петлядан 1-1-ден столбик с накидым алып шығамыз да, 4-шісіне 2 аламыз. Сонда 3, 2, барлығы 5 болып шығады. Осы түбінен 1 аламыз міне. 1, келесінен 2-ші, тағы келесі петлядан 3-ші. Енді 4-ші мен 5-шіні бірге аламыз. Бір петлядан аламыз екеуін. 4-ші, 5-шіні де осы жерден аламыз. Яғни 3-ші қатарда 3 тоқып аламыз. 2-ін бір жерден аламыз осылай. Тағы да 3 тоқып аламыз. Әр петлядан 1-1 столбик с накидым. 4 пен 5-ті 2-ін бір петлядан аламыз. Осылай аяғына дейін жалғастырып шығамыз. Міне соңғы жағына келіп қалдым. Соңғы 3 тоқимыз міне.
біреу, екеу, үшіншісін соңғы петлядан аламыз. Енді 4 пен 5-ті жаңағыдай аламыз. Төртіншісін алдыңғы қатарда жалғадық қой. Бір ілмекпен соған біреу аламыз, міне. Міне, көрініп тұрады өзіме жалғаған ілмек. Үшеден біреу аламыз, төртіншісі бұл. Бесіншісін жаңа көтерген ілмекке біріктіреміз осылай. Үшінші қатар бітті. Бұл қатарды аяқтағанда жаңа екінші қатарда 24 ілмек болды ғой, 24 петля. Енді бұл қатарда 30 ілмек болу керек. Егер шатасып кетем десеңіздер, санап отырыңыздар. Былай санайсыздар ғой, басынан бастап. Көрініп тұрады өзі. Біреу. Кешіріңіздер. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу деп санап отырыңыздар, шатасып кетем десеңіздер. Бір-екі рет тоққанайын, ұш қолдарыңыз жаттығып үйреніп аласыздар. Енді төртінші қатарды оқимыз. Тағы да 2 воздушный петля көтереміз. Бұл қатарда жаңа 3 столбик с накидым алдық қой, әр петлядан. Енді біз 4-еу аламыз бұл қатарда. Міне түбінен 1-еу аламыз, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Одан кейін 5-шіге 5 пен 6-ны бірге аламыз. Келесі 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. 5 пен 6-ны бірге аламыз бір петляға. Осылай көбейе береді. Бұл қатарда бізде 36 петля шығу керек. Накиділіп аламыз. Түбінен аламыз жаңа жалғаған жерден. Біреу аламыз. Екіншісін аламыз, екінші петлядан. Үшінші аламыз. Және төртіншісін аламыз. Енді 5 пен 6-ны бірге бір петлядан аламыз. 5, 6. Міне, 4-еу бірге тоқылды. 1, 2, 3, 4. Мына 2 петля бір петляға біріктіріп тоқылды. Тағы да әр петлядан біреуден 4 петля тоқып аламыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Міне, 4-еу, 1, 2, 3, 4. Енді 5 пен 6-ны бірге тоқимыз. 5-ші. Тағы сол жерден 6-сын аламыз. Тағы міне осы жерден 6-сын аламыз. Осылай аяғына дейін, мына жаққа дейін тоқып шығамыз. Аяғына келгенде де міне соңғысы 4-еу, 5-шісіне жалғаған жерге 1-еу аламыз. 2 воздушный петля көтерген жерден 3 жерге 1-еу аламыз. Сонда барлығы бұл жерде 36 петля шығу керек. Санап отырамыз, шатасып кетем десеңіздер. Аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Міне 4-ші қатардың соңына келдім. Біреу, екеу, үшеу, 4-еу. 5-шісі жалғаған жерге, жалғадық қой осы жерге. Осы жерге 5-шісін аламыз. 6-шысын былай
бас мен аяғын бірге біріктіреміз осылай. Біреуін алып шығамыз, екіншісін де өткіземіз. Міне, 4-ші қатар бітті бізде. Бұл қатарда 36 петля болу керек. Енді 5-ші қатарды тоқимыз. Бұл қатарда әр петлядан 5 столбик с накидом алып шығамыз. 6 мен 7-ні екеуін бірге бір петлядан аламыз. Міне осы жалғаған жерден тағы біреу аламыз осы түбінен. Екіншісін екінші петлядан аламыз міне. Үшіншісін тағы да үшінші петлядан. Төртіншісі, бесіншісі. Бесеу алып шықтық. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 6 мен 7-ні бірге бір петлядан аламыз. 6-шы және осы жерден тағы да 7-шісін аламыз. Міне. 6, 7. Тағы да 5 петля аламыз. Әр петлядан бір-біреу столбик с накидом накиділіп алдық. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі. Міне 5 алдық. Мына жерде 2 алдық қой. Осыдан тағы да 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 6 мен 7-ні бірге аламыз. 6, тағы сол алған жерден біреу аламыз. 7. Міне осылай аяғынан тоқып шығамыз. Бұл қатарда барлығы 42 ілмек шығу керек. Қазір мұны аяғына келгенде сіздерге қайта қосылып түсіндіретін боламын аяқ жағын. Міне аяқ жағына келдім. Біреу, екінші, 3, 4, 5. Алтыны алдыңғы қатарда жалғадық қой. Бас мен аяғын біріктірдік қой. Осы петлядан біреу аламыз. 6-шы, 7-шісі петляға жалғаған петляны бір петля болып есептеледі. Осыған осылай біріктіреміз. Бұл жері енді түсінікті деп ойлаймын сіздерге. 1-2 рет тоқығаннан өздеріңіз уже жаттығып үйреніп аласыздар. 5 қатар тоқылды. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 6-шы қатарды тоқимыз. Барлығы 6 қатар. Соңғы қатар біреу, 2 воздушный петля көтереміз. Енді 6-шы қатарда әдеттегідей әр петлядан 6 столбик с накидом аламыз. 7-ші, 8-шіні екеуін бірге бір петлядан аламыз. Түбінен біреу аламыз. Міндетті түрде аламыз. Алмасақ, мына жер тесік болып, сүйкімді көрінбей қалады. 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші. Міне 6 алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 7-ші мен 8-шіні екеуін бір петлядан аламыз. Мына петлядан екеуін бірге аламыз. 7, 8-ді тағы 3 жерден аламыз. Осылай екеуін бір петлядан. Біреу, екеу. Тағы да 6 петля аламыз. Біреу,
2, 3, 4, 5, 6. 7 мен 8 екеуін бір петлядан аламыз. 7, 8. Осылай аяғына дейін жалғастырып әкелеміз. Міне, соңғы жағына келдім. 5 тоқыдым. Мерже соңғы алтыншыны бітірдік. 1, 2, 3, 4, 5. Енді алтыншыны тоқимын. Соңғы петлядан 6, 7-сіне біріктірген петлядан аламыз. 8-сін 2 воздушный петля көтердік қой, 3-ден алып жалғаймыз. Міне осылай, осындай следиктің бас шығады. Көбінесе осы 6 қатардан тоқтайды. Кейбір следида 5 қатардан тоқтайды, кейбіреуінде 6 қатардан тоқтайды. Өрнекке байланысты. Және де соңғы қатарда бізде барлығы 48 ілмек шығу керек. Міне, осымен бітті. Осылай тоқып үйренсеңіздер болады. Келесі видеода мен сіздерге жүрекше следидің тоқылуын көрсетем. Ол следидің басы осылай басталады. Әзірге осы жерін тоқи берулеріңізге болады. Мен бұл жіпті қимаймын, ары қарай жалғастырып әкететін боламын. Тоқитын болсаңыздар сіздерге сәттілік. Келесі видеода кездескенше. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, барынша комментарий жазып отыруға тырысыңыздар. Сіздермен болған Алуа.